Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгінгі ертегі қалада көп кездесетін бағдаршам туралы болсын. Бағдаршамның түсі қызыл, сары және жасыл. Сіздер жақсы білесіздер, иә? Бірде осы бағдаршамның үш түсі тату-тәтті өмір сүріпті. Кезекпен кезек жанып, көліктерге, жаяу жүретін адамдарға қызмет көрсетіп, күндіз түні дамыл таппай жұмыстарын істепті. Bir күні іші пысқан қызыл бағдаршамның түсі әңгіме бастапты. Жасыл, сары, сендер бар ғой, қатырасыңдар. Мен болмасам, мына жерде тәртіп болмаушы еді. Ығы-жығы біреу өтіп, біреу бұлай. Ал мен қалай жанам? Бәрі бірден стоп деген бергенді жақсы біледі. Тоқтай қалам. Менсіз күндерім жоқ. Bir сәт жанбай қалайыншы, мына жердің бәрі қырғын кептеліс, ығы-жығы болады дейді. Бұны естіген жасыл. Қызыл, қатырасың сен. Сені негізі жақсы көрмейді. Жасыл мені жақсы көреді. Жаяу жүргіншілерде жасыл жанса қуанып, тез жететін болдым ғой жолға. Жаяу жүргіншілерде жасыл жанса қуанып, жолды тез жететін болдым. Жасыл түс тез жанса екен деп күтіп тұрады. Сені онша жақсы көрмейді, мен білемін. Қызыл жанып тұрса бәрі, қашан жасыл жанады екен деп күтеді. Мен білемін ғой, сен білесің бе, дейді. Бұны естіген сары. Мыналар не айтады, Құдай? Мен сендерді басқарып отырмын. Сары түс жанған кезде мен бе, әлде мен бе деп тұрасыздар. Менің басқаруыммен біресе сен қызыл, біресе сен жасыл жанасың. Осыдан мен болмайыншы, бірден жасыл жансың, бірден көліктер жүріп үлгере ме? Әрине жоқ. Немесе бірден қызыл сен жансаң, бәрі тоқтап үлгере ме? Әрине жоқ. Сары ең маңызды түс бағдаршамда. Көп сөзді қойыңдар, дейді. Бұны естіген қызыл мен жасыл түстің әбден ызасы келіп. Ендеше өзің жан, сары, жалп етіп жанып тұр. Біз істемей қойық деп, істемей қалыпты. Содан бағдаршам істемей қалып, сары жылп жанады. Оны көрген көліктер қайсы тоқтап, қайсы жүретінін білмей, әбден миы ашып, адамдар жолды кесе алмай, қай шу басталып кетті. Bir кезде деген дауысын қойып, май қызметкерлері келеді. Бағдаршамды ашып жіберіп қараса, бәрі дұрыс секілді. Мынау істен шықпаған тоқы кетіп тұр. Не болды екен, дейді. Осы кезде сары көзін ашып, Майяға, бәрін білдірген мынау қызыл. Мен болмасам, сен көрмесінде мен сөйлей алмай жатырмын. Өшіре тұрыңызшы, өтініш, дейді. Содан май қызметкері келіп, бағдаршамның артын ашып өшіреді. Сары түс болса, терлеп кетті ғой тегі. Көзді ашып шуып, аузымызға да тын жоқ, шаршап кетті. Мынау қызыл бәрін бастап жүрген. Мен болмасаң, сен болмасаң. Әрине мен шықтымыз, мен болмасаң, бағдаршамның қайсыз жұмыс жасайды. Май қызметкерлері, сендер қатырасыңдар. Сендерді бекер таңдамадық. Неге біз ақ, көк, немесе қара түсті таңдамадық? Сендердің жолдарың болды. Қызыл, сен қауіпті түстің белгісісің. Әрине сені көрген кезде жолаушылар бірден тоқтайды. Жасыл, сен болсаң қозғалыстың белгісісің. Сені көргенде әрине қуанады, оны жасырудың қажеті жоқ. Бірақ бүйтіп таласып, жолда кептеліс жасаудың қажеті жоқ. Сары, сенің де бұл жерде мақтанатын ретің жоқ. Әрине сенің де маңызың зор. Азғантай уақыт жанам деп, ал жалғыз өзің жылп-жылп етіп жанып тұрғанда не болды ал? Сондықтан әңгімені доғарыңдар. Қызыл жанған кезде көлік болсын, жолаушы болсын, бірден тоқтайды. Ол заң.
жасыл сен жанған кезде әрине көлікте жүреді, жолаушы да жолын кесіп өтеді. Бір-бірлеріңмен кезек-кезек жұмыс істеп тұрсыңдар. Жолаушыларға қызыл жанса, жүргіншілер жасыл жанады, қуанбайсыңдар ма? Не болды соншама? Деп майы қызметкері ашуын білдіреді. Әне, не қылдыңдар енді? Мына жерде мен 2 сағат тұруым керек. Тынышталыңдар кәнекей деп, бағдаршамды қайта қосып, жолдағы кептелісті реттеп. Содан кейін бағдаршамның үштісі бір-бірімен ұрыспайтын болыпты. Керісінше тату, тәтті өмір сүріп. Сары, менің жанатын кезім болды ма? Деп жасыл сұрайды. Қызыл болса, сары, мені ұмытып кеткен жоқсың ба? Мен жанғанда бәрі тоқтау керек, ұмытпа. Деп сарының кәдімгідей басқарушы рөл атқаратынын арқасында есіне салып отырыпты. Сары болса, қызыл дайындал, қазір сен жанасың. Немесе, жасыл сен дайындал, 2 секунд қалды деп олардың уақытын үнемі ескертіп отыратын болыпты. Сондықтан балалар, сіздер де қызыл, жасыл, сары секілді әртүрлісіңдер. Мінездеріңде түрлі-түрлі, бірақ бір-бірлеріңмен таласып, мен мықтымын, сен жамансың, сен жаманда, ол жаман деп таласқа түспеңіздер. Біреуіңіз оқуда, біреуіңіз спортта мықты болуларыңыз мүмкін, ал біреуіңіз өнерлі, талантты болуларыңыз мүмкін. Сондықтан өнерлі, білімді, талантты балаларсыз өмір қызық болмайтын түсініңіздер. Осымен ертегіміз аяқталды. Бағдаршамның қызыл түсінде тоқтаймыз, жасыл түсі жанғанда жүреміз, ал сары бізге белгі беруші түс. Ұмытпаймыз.